Сәлем достар, мен бүгін сіздермен осындай керемет болып жұмсақ болып пісетін нанның рецептімен бөлісетін боламын. Бірінші каналға тіркеліп кетіңіздер, сіздерге пайдалы болады. Бізге керегі ұн, тұзды ұнның үстіне саламыз. Одан кейін ашытқы, қант және де сұйық майды құямыз. Бұл ең қарапайым рецепт достар. Және де бір жасағаннан шығаруға болады. Жылы сумен илейтін боламыз. Мен илеп жатырмын. Өте жұмсақ қылып илейміз. Илеп болдым қамырымды. Және де бетін жауып көтерілгенше күтеміз. Менің қамырым дайын, ашыды осылай. Және де осыны бөліктерге бөліп, дәл осылай етіп істейтін боламын. Көтерілу үшін 5-10 минутқа бетін тағы да жауып қоямын. Және де бетіне жұмыртқа жағамын. Жұмыртқаның сарысымен ағын бөліп алдым, сарысын жағатын боламын. Оның бетіне күнжіт себемін. Пешке 180 градуста 15-20 минутқа салып аламын. Нәтижесінде осындай болды достар. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар.